Сәлем достар, сіздермен бірге Аида. Судың денсаулыққа пайдасы өте көп екенін барлығымыз білеміз. Және де арықтау кезінде суды қалай дұрыс ішеміз, сол туралы мен сіздерге толығырақ айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Біз суды дұрыс ішкеннің арқасында барлық зат алмасу процестері, соның ішінде майдың ыдырауы жеделдетіледі. Егер сіз ағзаңызға қажетті мөлшерде су ішетін болсаңыз, метаболизм шамамен 3%-ға жылдам жұмыс істейді. Яғни осы пайызға байланысты адам жылдам салмақ тастай алады. Су мөлшерін қалай анықтаймыз? Су мөлшерін, яғни сіз салмағыңызды 30-ға көбейтесіз. Мысалы, сіздің салмағыңыз 60 келі болатын болса, 60-ты көбейтеміз 30-ға. Сол кезде 1800 шығады. Сізге 1 литр 800 грамм суды ішу қажет болады. Сол суды осындай банкіге, немесе кувшинға, графинге деген сияқты құйып дайындап қоясыз да. Сол суды күні бойына жайлап, ұрттап, оң қолыңызбен бисмилля деп ішетін боласыз. Неге десеңіз, адамның басым бөлігі жаңағы судан тұрғандықтан сіздің отырып ішкен суыңыз әлде қайда қаныңызға сіңімдірек болады. Сол себептен міндетті түрде ұрттап, жұтымдап ішетін боламыз. Және де суды біз кешкі сағат 7-8-ге дейін ішкен дұрыс. Неге десеңіздер, күндіз бүйректің қызметі жақсы жұмыс істегендіктен, бүйрек қызметі жақсы атқарғандықтан, солай кешкі сағат 7-8-ге дейін барлық суыңызды жайлап ішіп бітіретін боламыз. Егер сіз артық салмақтан арылғыңыз келсе, онда тамаққа дейін 20 минут қалған кезде жаңағы осындай 200 грамм немесе 1 стакан суды ішіп алғаныңыз дұрыс. Себебі қарныңыз ашқан кезде бірден тамақ жемейміз, алдын ала осылай суымызды ішіп аламыз, содан кейін барып, уақыт өткеннен кейін барып тамақты ішетін боламыз. Сол кезде сіздің яғни тәбетіңізді басатын болады. Суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзадан тұздар мен токсиндер шығарылады. Сондықтан да терінің сұлулығын сақтап қалу үшін үнемі таза су ішіп жүру керек. Компот, шырын сияқты түрлі сусындар кәдімгі таза ақ судың орнын алмастыра алмайды. Сол себептен таза судың орны бөлек. Денсаулыққа судың маңызы зор. Суды дұрыс ішіп үйреніңіз, денсаулықтарыңыз мықты болсын.